кешегі Абылай аталарымыз, Керей Жәнібектер сияқты Отанға деген сүйіспеншілік болу керек. шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Сүйегі менікі, еті сенікі деген. Мықты, білімді, көз ашық бапкерлер керек. Негізгі күш ол сенде. 10 жыл қиындық көру керек адам. Не оқымайды, не жұмыс істемейді. 12 мен 25-ның арасында. Қазір білімділердің заманы келе жатыр. Сіз бен біздің ойымыз осы қазақтың азаматтары бір жерде бір мазақ болып қалмас екен. Көзінің ұшы жеткен жерге дейін ұлттық мүддені ойлайтын, ұлт үшін жанқиярлық қызмет қылатын, ақылының атырабына ұлы даланы сыйғызатын қазақ елі. Ассалаумағалейкум. Эфирде Пайым Тайм. Бүгінгі студиямыздың қонағы Олимпиада чемпионы, қазақтың мынау төртбұрышты рингте ат ойлап намысын қорғаған, бүгінде елге қызмет етіп келе жатқан Қызылорда облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Бақтияр Артаев мырза, студиямызға қош келдіңіз бәке. Қош көрдік. Мынау қазір енді сан түрлі жаһанданған замандамыз ғой. Әртүрлі бір әлеуметтік желінің қоғамда адамның санасын өрмекшінің торындай кәдімгі басып қалған уақыттарда келіп тұр. Көп құндылықтар қалып келе жатыр. Бәріміздің ойымыз, арманымыз, мақсатымыз осы қазақтың азаматтары елжанды болса екен. Қиналып тұрса да, қара тері шығып тұрса да, ұлттың туын жықпаса екен, намысын жықпаса екен, ата-ананың қызметінде болса екен, еліне елеулі қызмет етсе екен деп келе жатқан еліміз. Сіз де әкесіз, ағасыз, бауырсыз, баласыз дегендей. Олимпиада туын жықпай, елге қызмет етіп жүру қаншалықты қиын. Сіз ең қиын сәттеріңізде біз көгілдір экраннан көрдік. Ол кезде көп балдар жас, ең қиын уақыттар, туымыз жығыладау деп үмітіміз үзіліп тұрған кезде бір құбылыс болып, үмітімізді жағып, Олимпиадада бізге алтын және Паркер кубогын сыйладыңыз. Сол біздің әр қазақтың азаматының жүрегінде сізге деген құрметіміз. Мен жеке өзім пікірім, әрбір қазақтың азаматы солай қазақтың үмітін жықпас екен, үзілейін деп тұрған үміттерді жалғап жүрсе екен деген ниеттемін. Ал енді спорт саласы қаншалықты жастардың бойындағы патриоттық сезімді қалыптастыруға себеп тигізеді. Сіз өзіңіз жеке басыңыздан өткен, намысты қолдан бермеген бір сәттерді мысал қылып айтсаңыз жастарға. Қайырлы күн, ардақты ағайын. Мынау сұхбатқа енді көп болған еді, біраз шықпаған. Рахмет, арнайлап біздің шақыруымызды қабыл алып. Өздеріңізге қалай келіскенімді өзім білмеймін, бірақ енді дегенмен де аласатын осылай салып тұрған шығар. Өйткені бұл жерден де Қазақстанда діни ахуалға байланысты, жастардың Қазақстанда өмірге көзқарасы, спортқа деген көзқарасы қатты өзгеруіне байланысты. Енді мүмкін осы сұхбатны бір беру уақыты келіп тұрған шығар деп өзім пайымдадым. Бәрекелді. Енді жаңағы айтып отырмыз ғой, патриоттық сезім спортты қалай оятады деп. Спорттың бірден бір құрал Қазақстанда жастарды патриоттыққа тәрбиелейтін, намысқа тәрбиелейтін, ұлтшылдыққа тәрбиелейтін. Өйткені спортта бұрында да бір айтатын, жай балалар келмейді. Қарапайым отбасынан, әл-ауқаты төмен отбасынан келетін спортшылар. Олардың бастапқы арманы ең бірінші ол чемпион болсам деп. Ол бір спортшы қарап еліктеп келеді. Бірінші кезекте. Сол еліктеп жүріп өзі тұлға болып қалыптасқанын байқамай қалады. Кейін тұлға болып қалыптасып жатқан кезде, жаңа чемпион болып жатқан кезде, елдің туын көтеріп жатқан кезде, ода ерекше сезімдер пайда болсайды. Отанға деген құрмет, махаббат. Бірақ патриоттық сезім ол неден басталады? Отбасынан басталады ғой. Сондықтан бұл
бірінші келген кезде сол отбасына деген махаббаттың арқасында келеді. Өйткені сол бала әл ауқаты төмен отбасынан шыққаннан кейін ол жаңа ата-анасына өзі көрмеген, ата-анасы берейін десе бере алмаған нәрсені өзі бергісі келеді. Кейін өзім бала шағымда сол нәрсе болса екен деп. Бір журналистер қисын сұрақ қояды, мысалы халықтың арасында бұл кісі не пайымдап тұр, дүние пайымдап тұр ма деп. Бұл әрине материалдық тұрғыда бұл мотивация ғой, мысалы қанша чемпиондар келеді, үй алып жатыр, көлік алып жатыр. Бірақ ол еңбегіне байланысты ғой. Сондықтан еңбегіне байланысты ондай жемісін көріп жатса, ол орынды. Сондықтан көп спортшыларға ол мотивация болатын да рас. Бірақ түпкі ойын қарсаңшы баланы, сондай дүниені ата-анама берсем. Ал қай бала ондай арман қойып, мақсат қойып, ата-анасын өйтіп жақсы көреді. Ата-анасы деген махаббат деген, ол отанына деген махаббат құрметпен бірдей ғой. Сондықтан да алғашқы махаббат отанға деген ол отбасыдан басталады. Мен өзім қаншама спортшыларды көремін да, қатты құрмет тұтамын да, өйткені қарап тұрсаңыз, бәрінің ойында бір нәрсе. Ата-анама жағдай жасасам, ата-анама көлік алып берсем. Қайсысын мен сөйлеспесеңіз, бәрін айтатын әңгімесі осы. Ал Қазақстанда өзін жорғалап жүрген азаматтар көп қой. Ал бұл жерде олар ата-анасын ойлап тұр. Одан кейін өзінде болмаған нәрсе бала шағымда болса екен деп жақсы нәрсе ойлап тұр. Сондықтан спортшылардың отанға деген қызметі, құрметі осы бала кезінен болады, патриоттық сезім бала кезде болады. Бірінші енді ата-анадан басталады, ары қарай енді елге деген сүйіспеншілік артып, елдің көк туын желбіреткенге, әр жарыста желбіреткенге тырысады уже. Әке, мына сөзіңізді тілтейін. Ресей Федерациясы, еркін күрес Федерациясының Жанболат деген тренер бар ғой, білесіз. Сол досының үйіне барғанда, мына балам чемпион бола ма дейді ғой. Холодильникті ашып, адай толып тұрған холодильнигі бар үйден чемпион шықпайды деп қайтып қойған екен да. Өзіңіз айтып жатсыз ғой. Сөзіңіз тағы да Елдосыңыз бар ғой. Олимпиада чемпион, біздің мақтанышымыз, жапондардың өзі Сметов шығады, абайлаңдар деп айтады екен ғой. Иә, сол Елдос жаңа телевизор әперем деп үйге мамама жаңа цветной, ол кезде не еді ғой, сол цветной телевизор сыйлайым деп сөйтіп келген ғой, сондай бір мотивациямен. Одан кейін тұлға болып қалыптасты, чемпиондық абыройды алып жүру деген нәрсе бар. Өзі табула раста дегендей таза нәрсеге кір тез жұғады ғой. Қазір енді қоғам бір күстен алуға бір құмар қоғам болып тұр. Сосын анандай сөздің қадірі, құдіреті, киесі деген нәрсе, әркім өзінің сөзіне жауапты деген дүниелерін заңмен тыйым салса да, әлі күнге дейін сынау оңай бізде. Әрине. Ана ринг көрмеген, ковер көрмеген балдар кейде ана әлем чемпиондарына ақыл айтып отырады. Оның астына біреулер қосылып жатады. Енді негізі осы әлеуметтік желіні пікірлерді игнор жасап біз үйренуіміз керек. Інілерімізге де, шәкірттерімізге, осы тыңдармандарымызға бәріне айтамыз. Оған бола көңіл күй түсірудің керегі жоқ. Ал енді біздің ұлы мақсатымыз кешегі Абылай аталарымыз, Керей Жәнібектер сияқты елдің жағдайы үшін қызмет қылуымыз керек. Ағайынның жағдайы үшін. Өте дұрыс айтып жатсыз, отбасының бақыты үшін бастап баланың патриоттығы көбейтіп. Алла тағала қасиетті Құранда мен сендерді жаратқанда өзіме құлшылық етсін деп жараттым, және ата-анаға қызмет етсін деп жараттым деген. Біздің ата-бабамыз осыны ұстанады ғой. Ата-анаға қызмет ең ұлы қызметтердің бірі. Мысалға шал ақыннан сұрағанда, шал еке, сіз көпті көргенсіз ғой, осы Мекке мен Мәдина қайда дегенде, Мекке мен Мәдина жердің ұшы, алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата менен анаңды құрметтесең Меккедей болып табылады үйдің іші деп, тіпті мына ата-анасына қызмет жасап отырып, отбасына қызмет жасап отырып, қажылыққа бара алмай қалған адамдардың жағдайына айтып отыр ғой осындай фәтуаны. Міне сол сияқты жаңағы сөзіңіз жастарымызға үлгі болсын, Бақтияр мырза. Ең бірінші ата-ананың бақыты үшін, отбасының бақыты үшін күресіп үйрену керек бала. Одан кейін тұлға болып қалыптасқанда елдің туын алып жүру. Әр енді мен жаңағы осы жастарға айтамын ғой, мына әскери солдаттарға, сарбаздарға мына шевронды алып жүргеннен кейін әр жерде туымыз тұрады. Соған абыройына қызмет қылыңдар, құлатпаңдар, кірлетпеңдер.
міне сіздердің де мына шәкірттеріңіз, артыңызда еріп келе жатқан іні бауырларыңыз осылай отбасының, отанының бақытына қызмет ететін жастар бола берсін лайым. Амин. Енді ұлттық құндылық дегенде көбісі түсінбейді. Мына туды жықпа деген бір қазақта не бар ғой? Ту құласа, жаңағы біз құласақ қатын бала бір жылайды. О қанием, сіз құласаңыз қасиетті ту құлайды деп соған қызмет еткенбіз ғой. Қандай жағдай болмасын, қасиетті туды әйтеуір кір келтірмей, басқа шетелде жүрсек те мына қазақтың азаматтар өздерінен кейін лас екен деп айтпасын деп жапондар мысалға бүкіл стадион тазалап кетеді ғой жаңағы. Сол сияқты қандай қасиеттер біздің жастардың, спорт сүйер қауымның, жас жігіттердің, қандастарыңыздың бойында болса деп ойлайсыз? Бірінші кезекте енді анау ұлттық құндылықты сіңірген. Бірінші кезекте отанға деген сүйіспеншілік болу керек. Қазақстанда қарап тұрсаң өте көп негатив нәрселер жазылады, қарап тұрсаң. Бірақ негатив қай жағдайда, қай кезде кім жазып жатыр? Жұмыс істемейтін, үйде жатқатын, уақытсыз көп. Енді осы кезде біраз адамдар тағы сөгіп жазу мүмкін, бірақ мен енді сол ойлаймын негізі. Өйткені қарап тұрсаңыз, мысалы, қазір толыққанды жағдай бар. Жұмыс көп өте, жұмыс орындары өте көп. Жалқау адамдар бірақ пікір айтқыш қой қазір. Иә. Үйде жатып, өйткені қарап тұрсаңыз, мысалы, мен өзім балам, әкесі мысалы осы бір өңірдің басқарма басшысы болғанмен, мен өз ұлым біреудің кафесінде официант болып жұмыс істейді. Қарап тұрсаңыз. Бұл не деген сөз? Бұл тәрбие. Баланы еңбекқор қылып тәрбиелеу. Ол ертең сөйтіп бала кезін жұмыс істеп, бала кезін ақша тауып, қазіргі ниеті мысалы қарындасы бар, сол қарындасына қазір алтын сырға алып беремін деп жұмыс істеп жатыр. Ниетіне жетсін. Алла қаласа. Мен айтамын, балам, бала кезінен еңбекқор бол, әкең сенің бала кезінен еңбек етіп жасап өскен азамат. Сондықтан осындай, егер де тәрбиені осылай алатын болсаң, мысалы, күндіз-түні өзің қыдырып жүрсең, мысалы, жұмыс істемесең, қолың бос болса, сен жанында комментарий жазғаннан басқа не істейсің? Сондықтан патриоттық сезімді, отанға деген сүйіспеншілікті ол бала кезін тәрбиелеу керек. Бірінші отбасыдан бастатқызу керек деп ойлаймын. Өйткені ұлымның отбасыға деген махаббаты, мысалы 15 жасар бала официант болып жұмыс істеп жүріп, табаны маңдай термен тапсын дейсіз ба? Азанына мысалы кетеді сағат 9-дан, түнгі сағат 1-де келеді. Сонда салатын бір 7.000 теңге ма сонда алады. Сол 7.000 теңге үшін азаннан кешкен мысалы бір 200-ге, 100-ге жуық адам қызмет жасайды. Адам таниды бір жағынан. Иә. Бала мен бастықпын, давай демейсіз ба? Жоқ. Ай бәрекелді. Өйткені баланы осылай тәрбиелеген қазір бала деген отанға деген сүйіспеншілік, мысалы, ата-анаға деген құрмет, ең бастысы мысалы жаңағы қарындасына деген махаббат. Әке, мен осы қарындасыма алып беремін. Ол алып беретін алтыны мысалы 200.000 теңге болуы мүмкін. Оны алу үшін ол қанша 7.000 теңгеде қанша уақыт жұмыс істеу керек. Қанша ай жұмыс істеу керек. Бір күнде мысалы былайша айтқанда 100 адамға қызмет жасайды официант болып. Сөзі ол баланың ертең санасы қандай болады ол баланың? Отанға деген құрметі, ата-анаға деген сүйіспеншілігі, бауырына деген махаббаты дегеніне жету. Иә. Сосын ол алып берген қарындасы оған қандай құрмет жасайды. Сондықтан мен ойлаймын, ешқандай ештеңе ойлап таба бермей, сылтау айта бермей, әрекетке көшу керек. Бәрекелді, бәке. Иә, мына ұрпағыңыз салиқалы, иманды болсын. Амин. Мына ертеректе бір патшаның баласын өстіп тәрбиелейді ғой. Балам маған нан тауып, ақша тауып әкел деп. Сосын енді шешесі аяп, мә деп алтын ақшаны беріп, қолына әкеңе апарып берді. Соны әкесі алып, қаяқтан таптың, жұмыс істеп, андай жанып тұрған отқа тастайды. Ой деп бала кетіп қалады. Екінші рет әкеледі, сөйтіп шешесі тағы көмектеседі, тағы лақты жібереді, күміс алтындарын. Соны үшіншінде бала айтады, мен әкеме жақпай жатырмын. Өзім шынымен де табайын деп, жаңағы ұстаның қасына тұрып, азынан кешке дейін көрік соғып, бірақ қара бақыр бір 5-6 теңге алып келеді ғой. Сонда жаңағы патшаға әкеп, әкемені тапқан табысын деп. Патша алып лақты жібереді ғой.
сонда жанып тұрған отқа бала қолын тығып алып, әке бұл менің адал еңбегім ғой деп айтқан кезде, я балам сендім, еңбегің нан же, осылай болады, таза еңбектің наны деп сөйтіп. Оны енді біздің аталарымыз, әжелеріміз бұны мысал қылып та, ертегі қылып та бәрін айтты ғой. Енді мына ұлттық тәрбие деген бір шамалы бір бізде кенжеліп келатыр. Жаңа сіз айтасыз, жұмыс істесін, адам танысын, қоғаммен аралассын. Бірақ енді өкінішке орай көп адамның бойына мұндайды көрмейміз. Ой, балам сен өйтпе, сосын жалған намысшыл, велосипед ойлап шығарғысы келіп тұрады. Жаңадан бір өзі бір 3-4 жұмыстың басын қосып істей алмаған, объектілерде болмаған, бірақ ақыл айтқысы келіп тұрады. Енді қазақта кішкентай ғана бір нәрсе бар, шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Өйткені ол мастер дело, өзі біледі. Менің енді барып больницаға барып ақыл айтпайтыным сияқты, біздің теологиялық сұрақтарға да келіп көп адам ақыл айтпайды ғой, енді әр нәрсе өзінің маманы бар. Әрине, дұрыс айтасыз. Иә, сол мынау қарапайым нәрсе, мысалға кезінде балаларды тәрбиелеген кезде мынау бұзауын, тайын жетектетіп ақсақалдар, жотаның үстіне жаяйық деп, жаңа баласына бұзауыңды алып келе ғой деп. Сонымен ана бала күнде бұзауды алып, 2 километр жотаның үстіне апарады, алып қайтайық дейді, алып қайтады. Ол енді сөйтіп бұзау 2 жасқа келеді, 3 жасқа келеді. Бір қарап жүрсе, бала бұқаны көтеріп жүрген байқамай қалады екен. Бұл енді жаймен мынандай тәрбиелеу ғой. Бір жағынан ойнатып, бір жағынан не қылып, міне сөйтіп тек ат бас білдіруге үйретеді. Ол енді атты бас білдіріп ұстап тұру, оны игеру. Мынау бізде енді намадылар дейді ғой, енді әлемдік философияда, әлемдік мәдениетте көшпелі. Ол адам биіктеген сайын жоғарыдан қарайтын болады. Атты бағындырған сайын уақытты көп игере бастады, кеңістікті игере бастады. Сондықтан біз енді дала катализаторлары болып, қоғамда алдыға қарай жылжытушы халық болдық қой. Сонда біздің алдыға апарып тұрған дүниеміздің барлығы мына ұлттық нәрселер екен. Ой ойласаң кең ойла. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қарындасыңды ойлап жүр, қарындасына өзінің жаңағындай сондай бір ағалық қамқорлығын жасап, қиналса да неғып сыйлық жасап. Мынау қазақта қарындастан айырылған жаман екен, мөлдіреп 2 көзі жас келеді деп қарындасты жоғары қояды ғой. Одан кейін мына ертеректе көп қымбат тұратын сәйгүліктерді жаңағы ат басындай алтын қалып, өзінің қалтасы қағылып, дымсыз қалып тұрған кезде де атқұмар халық қой. Сонда көне түркі даласында мынау атты соншама қанша қалдың дегенде, мен бұл атты қызға алдым деп айтады екен. Сөйтсе қыз деген ең қымбат деген мағынаны береді екен ғой. Сана біздің әжелеріміз ай қызау деп, ана қайын сіңілдерін 80-ге келсе де ай қызау деп шығаратын сол қымбаттым ау, ең қымбаттым деген екен ғой. Біздің сондай енді мына ұлттық құндылықтар кейде кенжелеп келе жатыр. Сіздерге рахмет, мен спорт басқармасына өзім арнайлап рахметімді айтып жүрмін үнемі. Бізге аудиториялар дайындап, семинар тренинг өткізуге, жастармен, жаңағы олимпиадалық резерв мектептермен қолайлы аудиториялар жасап жатсыздар. Оны енді бірге жұмыс барысында көріп келе жатырмыз. Әлде де болса, сіздің осы ең бірінші спортшы ретінде, жанашыр әке ретінде, отағасы ретінде, енді одан кейін спорт саласының қызметкері ретінде бір ұлттық қандай да бір қажеттіліктер бар деп ойлайсыз, бір қалып келе жатқан енді. Жеке өзіңіздің бір-екі сондай ұсынысыңыз бар ма? Тағы мынандайлар бір болса екен деген сияқты. Қазақстанда ең басты құрал ол спортта өздеріңіз білесіз бапкер. Бапкерлер бір жақты болмау керек. Бапкерлер жан жақты болу керек. Бұл бапкер деген ата-ана ғой Қазақстанда. Ол шәкіртін қалай тәрбиелейді, қандай жолға қояды, қандай кісі, соған байланысты бала қалыптасады, тұлға болып. Енді үйде әке болса, шырақта бапкер. Сондықтан бапкерлерге де өте білімді болу керек, жан жақты болу керек. Эрудициясы жоғары болу керек. Иә, бәрі жоғары болу керек. Өйткені қарап тұрсаңыз, ол көз ашық азамат болу керек. Өйткені баланы дұрыс бағыттап, бала кезінде дұрыс жол қоятын болса,
дұрыс насихат беретін болса, ол бала ешқашан жалыспайды. Мысалы мен Аллаға шүкір деп айтайын, өзім бапкерім Нұрлан Акүрбековпен біз әкем берген кезде айтқан, бір азамат Қазақстанда ата-аналарында қателіктер көп. Мысалы мен әкем бүйтіп айтқан, сүйегі менікі, еті сенікі деген. Болды, баламның сүйегін алам, еті сенікі, не істесін оны істе деді. Берді, араласқан жоқ. Өйткені мен қазір өзім осы спорт саласына қанша жыл болып басқарып келе жатырмын. Спорт саласын бір 20 жылдың көлемі болды деймін, спорт саласында жұмыс істеп жатқаныма. Барлық жерде ата-аналар қатты араласатын болып кеткен. Мен балама сөйлеме, мен балама бүйтпе, мен балама ананы айтпа. Ол нәрсені доғару керек. Бапкерге бердім ба, болды. Бапкер оны қамшылап, жолға салып, чемпион болып шығару керек. Бітті оның миссиясы. Ең басты жақсы адам болып. Ал артып бір тәрбие берген келе ма, қосатын бар баса, онда ол нәрсені үйде жасаңдар балаға. Ал бапкерге ол жұмысқа араласпау керек. Өйткені бала чемпион болу үшін чемпиондықта ешқандай оңай жол жоқ ол жерде. Ол жерде сен күндіз-түні дайындалу керексің. Қан да болады, тер де болады, көздің жасы да болады, қиыншылық та болады. Ет ауырады. Сүрінесің де, ет те ауырады. Қаншама қысымшылық болады. Соның бәрін өткен ғана азамат чемпион болады, жететін арманына жетеді. Сондықтан ол сәл бірдеңе болып қалса бапкерді сынайтын болсаң, сәл бірдеңе болып қалса балам дейтін болсаң, онда ол баладан ертең чемпион шықпайды. Сондықтан баланы чемпион болып шығару үшін осындай мықты, білімді, көз ашық бапкерлер керек, дұрыс жолға қоятын. Өйткені қазір өкінішке орай көп спортшылар адасып кетіп жатқан жағдайлар бар. Өздеріңіз келіп жиын жасап жатқан моменттер бар. Оның бәрін біз неге атсалысамыз, өздеріңізбен неге ұйымдастырамыз? Өйткені бала дұрыс жол таңдасын, дұрыс жолда жүрсін, адаспасын. Қазір осы моментте көп жігіттер сынауы мүмкін, неден адасу мүмкін деп. Мен айтам, көп жағдайда мынау үлкен жетістікке жету үшін жігіт баланың өзі негізі табиғи мықты болу керек. Ол үйдегі алған тәрбиесі, одан кейін бапкердің берген тәрбиесі. Ол неге бұл сөзді айтып жатырмын? Өйткені баланың өзі іштей рухы мықты болмаса, ол жалтақ болатын болса, ол әр нәрсеге ілесіп кете береді. Содан күшсіз деп. Негізгі күш ол сенде. Соны сыртқа шығаратын ол бапкер. Сондықтан бұл жерде баламен тренер арасында тандем жақсы болу керек, и бапкердің көзі ашық болу керек, дұрыс бағыттап білу керек. Балаларға айтатын бірақ нәрсе ол тек қана әрқашанда бірінші өздерінің еңбектеріне сендер. Ата-ананың сені мақтауға әрекет жасаңдар. Әрине, жоғарыда Алла ол бізді қолдаушы, өмір беруші, біздің тағдырымыз жазатын сол кісі. Бірақ еңбек етпесен, тер төкпесен, бір қол жайғаннан ешқандай жеңіс келмейді. Оның бәрі тек қана еңбекпен, қанмен, жаспен, уақытпен, шыдамдылықпен, төзімділікпен келетін нәрсе. Және оны жеткізетін бапкер, көз ашық кісі болу керек. Адам өмірде ренжулі болған кезде көп қателер жасайды. Ол қай кезде ренжиді білесіз ғой? Үлкен жетістікке қол жеткізе алмаған кезде, бапкер екеуі мақсаттарына жете алмай қалған кезде, үйде ата-анамен ұрысып қалған кезде, сол кезде бала адаса бастайды. Сол кезде осы мақалдар миында сақтайтын болса, өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен, ақылын екі жақтан деген кезде осыған сенетін болса, өзіне сенетін болса, онда бала өмірде адасуы, қателесуі. Енді кейбір сырларымызды тренерлерімізге айтатын едік қой бұрын. Үйге айта алмайтын сырларымызда, сосын тренерімізге айта алмай жүрген ата-анамызбен кейде ақылдасамыз. Қалай болады? Мен мынандай сумка алмай-ақ форма алсам қалай болады деп енді. Ол кезде енді форма, боксерка борцовка алу деген бір екі талай дүние еді ғой енді. Қазір Аллаға шүкір ғой, барлығы бар. Енді Олимпиада чемпионынан бір жақсы кеңес болсын деп осы жеріңіз арнайлап кесіп әдемілеп бұны да бөлек салармыз деп, әке, Алла разы болсын. Шынымен де адам өзіне сену керек, еңбегіне сену керек. Әрине. Шынымен де бәр жерде қан болады, тер болады. Кейде сарысуымыз шығып құлаймыз, жырыламыз, ұрыламыз. Енді мен бір осы жерде толықтырып кетсем, әрине. Қарасаңыз, мысалы жаңа айтып отырмын ғой, өзіне сен депші, Қазақстанда көп жігіттер мынаны түсіну керек та, көп жігіттердің қателігі 15 пен
бір бүйтіп айтайыншы 12-мен деп айтайыншы 12 жаспен 22-23 жас аралығында сен өміріңді құрбандыққа шалу керексің ғой. Осы жаста сен еңбек ету керексің, аянбай. Осы жаста бастап сен қиналуың керексің, бейнеттену керексің. Сол кезде сенде 23 жасында 24 жасында сенде бәрі дұрыс болады. Сол кезде сен жаңа ешкімге ренжімейсің, жемісін жейсің. Сол кезде сіздің бір тағы осы сөзіңізді бір үйлестіріп кетейін. Тарих ғылымдарының докторы профессор Сәтбай Дастан ағамыз бар біздің. Сол кісі шәкірттерін тәрбиелегенде осы Қарашаңырақ университетте әлі күн сабақ береді. Айналайын балдарым, 10 жыл қиындық көру керек адам. Білім жолында, ғылым жолында. Әрине. Сосын сіз айтып отқан жасқа барады, о кісінің де жасы. Сол кезде 25-30-дан ары қарай өзі ғылымның жолы ашылады. Бейнеттенбесеңдер әшейін бәрі зая кетеді дейді. Дәл соны сіз енді профессордың айтқан тағы олимпиада чемпионының атынан тағы бір әдемілеп естіп отырмыз. Спортсмен ретінде, спортшы ретінде. Кәдімгі кейбіреулер ойлайды енді боксқа мен келсем шынымен де дереу бір жаңағы Мұхаммед Али сияқты танцорға келуім керек деп, бірақ енді ол мұрын қанағаннан кейін, ерін жыртылғаннан кейін, кейде тілін тістеп алады, кейде жағы зақымданады. Ол енді бокстың травмасы өте қиын ғой, ол тікелей басқа ұратын болғаннан кейін адам өзіне салқынған ұстап. Бұл жерде жалпы бокске байланысты емес, бұл жерден жалпы бүкіл балаларға арналатын нәрсе да бұл. Мысалы, былайша айтқанда 12 мен мысалы 25-дің аралығында 12 мен 25-дің арасында бейнет ету керексің ғой. Еті ауырып, кәдімгідей бейнет етіп, сол кезде спортқа өзін арнаса, сол кезде жемісін көре бастайды. Ол кезде сен құрбандыққа шалу керексің. Мысалы, мектептік өміріңді, студенттік өміріңді, достарын қыдырып алса, кешке қарай қыдыру, барлығын тыю керексің. И сол кезде сенде жолың ашық. Яғни спорттың жемісі болу үшін сен қыдырысыңды, сәкәкүл ойындарыңды, уақытты босқа өткізуді, өйткені азанда кросс жүгіру керек. Ал біздің жастарды қарасаңыз, мысалы, осы жас аралығында, мысалы, көбісі не істейді? Мектепте жүреді, дұрыстап оқымайды ата-анасын, былайша айтқанда, мектепте жүрді деген ат болмаса, ештеңе тындырмайды. Сөйтеді, жаңағы жасқа келген кезде, сосын түгі жоқ, бірақ жаңағы жаста бейнет еткен достары өсіп өніп отқан кезде айтады, мен не істедім дейді. И сол кезде бала уже қателесе бастайды өмірде. Сондықтан мына жас аралығында адам бейнет жасау керек. Сол кезде сенің бәрі жас болған кезде сенде ары қарай реттеліп кезең-кезеңмен өмір сүру, кезең-кезеңмен жүре береді. Ал көп жағдайда мынау жаста бейнет етпейді, не оқымайды, не жұмыс істемейді, не жай жүреді, уақытын босқа өткізіп сөйтеді да, уақытсыз келген кезде елдің бәріне ренжігіш болады, одан кейін адаса бастайды. Сол жас келген кезде бір күні бандит болады, бір күні сақал қояды, өзі кім боларын білмейді да, өйткені сөйтеді да, елдің бәрі араласпаған кезде әркімге атылады да, ренжігіш болады. Мен ешкім араласпайды ғой, мен жалғызбын деген сияқты айтады. Сондықтан осылай адаспау үшін міне бала кезден бейнет етсең. Тағы да жастар, енді осы жерін тағы бір қайталап кетейік. Бақтияр Артаев ағаларыңыздан сіздерге кеңес. 12 мен 25-дің арасында ең сүтті кездері, ең шырынды уақыттарыңызды бейнетке салыңыздар. Еттеріңіз ауырсын, білім жолында отырыңыздар, көз майларыңыз таусыңыздар, аяқтарыңыз талсын, шаршасын, жүгіріңіз, дамыңыз, миыңызды әбден жаттықтырыңыз. Міне сол кезде жемісі көрінеді. Ал енді 25-ке дейін бос жүріп, ертең мен жақсы өмірім басталу керек деген үлкен қателік екен. Автор мен емес, авторы Бақтияр Артаев ағаларыңыз. Естеріңізде сақтап Енді ел болашағын қалыптастыруда әртүрлі платформадан өттік қой. Бірінші экономика дедік. Қазір енді балдар қазы карта асып атқан жерден деп өтетін неге келдік енді заманға. Өйткені ата-бабамыздан сөз бар ғой қалған. Қарын тойса карта саси бастайды дейді жаңа. Сол қазір енді барлығының қарны тойды, шипсон жейді. Енді елдің болашағы қандай болады деп кейде алаңдаймыз. Бәке, шынымен де жаңа сіз балаңызды еңбекке баулып атсыз, адам тануға. Бір балдарымызды оқытып атыр, қазынан кешке дейін математика оқып атыр, бір дәрігер болғысы келіп атыр. Бірінші нені қою керек орынға? Ол енді жаңа сіз айттыңыз да, ата-ана, отанға деген махаббат. Тағы бір қосарыңыз бар ма осы жерге? Бұл жерде
біз Қазақстанда бір нәрсені дұрыс түсіну керекпіз. Болашақта білімділердің заманы келатыр. Бір кездер болды. Қазір көбісі сынауы мүмкін мені. Бірақ ашығын айтайын, осы қызметте айтып отырмын, 20 жылдың көлемі спорт саласында жұмыс жасап кеткенмін. Қазақстанда білікті менеджерлердің елдегі біріміз, Англияда оқып келгеніміз бар, тіл білетініміз бар. Қазір білімділердің заманы келатыр. Қазір қарасаңыз, мысалы, күндіз түні президенттің айтып жатқан сөз қандай? Интеллектуалды өмір, бәрі цифрализация. Оның бәрін алып жүру үшін, оның бәрін іске асыру үшін сонда білімдер қазір келіп жатыр. Бұрында білімсіздер таққа келіп білімдерді қинаған кезде анаумен келіспей жұмыс істей алмайтын кезеңдер болып жатқан. Қазір қарап тұрсаңыз, мен мысалы күндіз-түні өзіміз жұмыс істеп жатырмыз, мысалы осы жерге Қанал Алдаберген Бозымбаевтың кезінде ол кісімен бірге жұмыс істестік. Қазір Нұрбек Машпекұлымен жұмыс істестік. Қандай кісілер? Ел, жер десе, ішкен асын жерге қояды. Күндіз-түні ұйықтамай. Өйткені мен көрдім, ол кісі қанша денсаулығын беріп жатқан. Күндіз-түні ұйықтамай жұмыс істеген кезде, біздерді солайынан жүгірткен кезде, еліміз кәдімгідей жаңа Алматыда айтты ғой, 24/7 солай. Жұмысқа қою керек. Өйткені жаңа мен сізге келген студияда айттым ғой, қазір мамамыз андай қайта тексерді, қайда жүргенмін деп. Өйткені оның бәрі әр секундын контрольдеп отқаннан кейін, біз мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін біз әр уақыт өсіп өсеміз. Сондықтан қазір таңда білімділерден кімнің қолынан жұмыс келетіндердің заманы келе жатыр. Сондықтан Қазақстанда еңбекқор болу керек, ең бастысы, және ешқашан анау еріншектікке жол бермеу керек. Жоқ, бүгін емес ертең істеймін деген ондай нәрсенің бәрін қою керек. Өйткені ондай нәрсені қолға алатын болсаң, онда болды, орында қалып кеттің. Ал жұмыс істеп өңінем десең, онда сен 24/7 деген графикті қою керексің өзіне. И солайын жұмыс істеу керексің. И ол нәрсе жаңа 12 жастан басталу керек. Ал 12 жастан бастап 25-те бәрі дұрыс болады деген, болмаса 25-тен қызметке келіп, қазір мен осы жерде әкем арқылы басқа барға алып кетемін деген ол қате ұғым. Егер сен табиғатта ол бала кезің болмаса, ал 25 жастан арғы ол нәрсе болмайды сенде ешқашан. Сондықтан ерте бастан бастау керек. Ата-аналарға айтатын нәрсе ол кеңес, бірыңғай бала шағаны оқытып, жақсы бала кезінен еңбекқор болып тәрбиелеп, болмаса бала шағаны кішкентай кезде шетелге жіберіп, сол жақтан пісіп келеді, елге келеді, басшылыққа келеді. Ол да қате ұғым. Ол қанша білімді болғанмен сен өзің 24/7-ге шыдай алмайтын болсаң, ондай нагрузканы көтере алмайтын болсаң, сен ертең жұмыс істемейсің ол біліммен. Сондықтан еңбекқор қылып өсіру керек баланы. Және прагматичный дейді ғой, прагматик. Алдын барлай алатын, зерттей алатын, алдын. Теория емес, практикамен жұмыс істейтін адамдардың қазір заманы келеді. Өйткені қолмен жұмыс істеу керек болады. Өйткені әрине ми керек, мидың ішінде ол сен практика кезінде оның бәрін игеріп аласың да. Сондықтан прагматик балалар керек қазірде. Технологияны игере алатын, игеріп кететін. Енді бізге әлемдік алпауыттар ең бірінші технологияларын бермейді ғой еш уақытта. Ол қай заманда да қазір 400 жылдан астам уақыт өтті. Әлемдік алпауыттар, технократиялық замандар енді қалыптасты. Сондықтан біз жұмбағын ғылымның, білімнің шешуге тырысуымыз керек. Енді әрине мемлекет тарапынан үлкен жақсы бағдарламалар жолға қойылып, енді өзіңіз де сол сала бойынша оқып келдіңіз, жемісін көрсетіп жатыр қаншама ғалымдар, осындай іскер азаматтар. Сізбен біздің ойымыз осы қазақтың азаматтары бір жерде бір мазақ болып қалмас екен. Шетелге шыққан кезде бір қазақтың абыройын төгіп қоймас екен. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ба, жұмыс барысында Бозымбаев ағамызбен, Нұрбек Машпекұлымен бірге жұмыстас болдық. Ол кісілердің талап тілектерін біз білеміз. 24/7 ел үшін қызмет қылсаң, онда 27-те жаңа ұстаз ұйықтап жатса да ұстаз болу керек дейді ғой. Нан алып тұрса да, қайтып келе жатса да, сондықтан мемлекеттік қызметкер ретінде 24/7 дайын болу керек деген. Бұныңызда бір жастарға, әсіресе мына мемлекеттік қызметке келіп жатқан інілеріңізге, қарындастарыңызға бір үлкен мотивация болсын. Тек қана біліммен емес, оқу, біліммен қатар отанға деген сүйіспеншілік, сіздің еңбек, өзіңіздің әл қуатыңыз, қадіріңіз барлығы 24/7 дайын болу керек. Міне сіздерге тағы да Олимпиада чемпионының атынан тағы бір кеңес. Өйткені оңай жерден нан жеу жоқ. Ал енді ел үшін қызмет ету, елдің болашағы үшін қызмет ету бұл жерде қан мен тер жүреді, міндетті түрде. Сондықтан
тағы бір кеңесіңізді арнайлап жазып қойып жатырық. Бәке, ешқандай не қылмаңыз. Енді сіздің қарапайымдылығыңыз, ұлтжандылығыңыз, сосын көп жерде қазақилығыңыз бұл айтылады. Енді осы азаматтық қалпыңыздан айнымаңыз. Жаңағы Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың бір несі бар еді ғой. О кісімен дәм тұздас болдық. Ағай өте керемет бір енді. 100 жылда бір келетін адамдар ғой. Жаңа 4 минуттай судың астында тұру о кісінің бір рекорды бар еді ғой. Бүкіл спортсмендер енді шыдаймайды. Соны істегісі келеді, бірақ жете алмайды, не қыламайды. Сондай бір үлкен эталон болып кеткен кісілер ғой о кісілер. Сондықтан біз енді сол нелерді қатты құрметтейміз. Бәке, сіздің де сондай, жаңа айттық қой алдында, жұрттың барлығы Алик Саидовпен шыққанда ойпырмай осы жеңілсе де ырзамыз деп отырған комментаторлардың сөздері шығып кетті. Оны естіген елдің бәрін салысуға кетті. Бірақ соның ішінен кәдімгі жасындай атойлап шығып, соңғы деміңіздің барлығын салып, ол кезде енді бәріміз көріп отырық, Дамир аға, Боданбеков, үштен ұр, неден ұр деп соңғы кеңестерін енді оларда өйтіп енді жаны қолып тұр ғой. Ол кезде өкініш пен қуаныштың арасы бір сәт болып тұрған уақыттарда енді 2 дүркін олимпиада чемпионымен бұл енді ертегідей нәрселер ғой. Көзіміз алдында зу өтті, бірақ сол қазақтың туын жықпаған сол сәттеріңіз жастардың, жалпы мына патриот спортшылардың жүрегінде мәңгі сақталсын дейміз. Енді мынау кәсіпте жүрген, мысалға бай азаматтар бар ғой. Мысалға олар енді ол кәсіптің чемпиондары. Мысалға бірде екі қылып, мысалы Бауыржан ағамыз бар, ол кісі кәдімгі қазақтың малын көбейтіп, малшының жағдайын жақсы қылсақ, мал баққан адам территорияны жақсы біледі. Бір жағынан мал баққан адам бұл әскери адам сияқты деп өзінше тәрбиелерін беріп жатыр. Жаңағы Жеңіс деген бауырымыз ауыл салып, ауылға біздің ауыл деп оны атап. Сіздің бір қандай өзіңіздің бұл болашақта бір идеяңыз бар сондай? Кәсіпкерлерге бір айтатын. Енді кәсіпкерлерге бір ақыл айтудың өзі қиын ғой, өйткені ол бір ұсыныс ретінде емес. Енді тек қана сол кәсібін дамыту арқылы елге қызмет жасасын, спортшыларға қол білдірсін. Ол да енді былайша айтқанда сол арқылы танымал болса да болады. Мысалы көп жігіттер қазір танымал спортшыларға қолдау білдіреді, кәсіпкерлер көмектерін аямай жатады. Кейбір кәсіпкерлер кейбір спортшыларға, мысалы боксшыларға промоутер болып кетіп жатыр. Сондықтан қолынан келіп жатса, елім деп тұрған азаматтарға неге қолдау білдірмеске. Сондықтан қолынан келіп жатса, қолдау білдірсін, жас спортшыларға жолын ашсын, бұлақ көзін көзін аш дейді. Сондықтан сондай батырлардың жолын ашып, көзін ашып, үлкен белестерге бірге жетіп жатса, ол нұр үстіне нұр емес пе? Сырдың бойында Даңғайыр Диханшы, 2 мәрте кеңес одағының социалистік еңбек ері Ыбырай Жақаев атамыз. Енді ол кісінің кекпені барлығы бөлек, феноменальный адам ғой. Ана бір кекпенмен шығарған кезде 14 келіге дейін топырақ шығарады екен ол кісі. Тік салыс қой енді, олар мынандай кертіп алатын кекпен емес. Сол кісі үлкен бір осындай симпозиум ба сондай болып жатқан кезде сол баяндама жасаңыз деп ұсыныс айтады ғой. Енді мына сіздің сөзіңізге не қылып отырмын мен. Жаңа профессионал маман ретінде сонда Ыбырай атамыз айтқан екен. Жазушы айналайын, сен қаламыңа еге бол. Егінші мен мына кекпеніме еге болайын деген сияқты қысқа қайырдыңыз. Енді бұл сіздің тәжірибелі спортшы ретінде осы бір қасиетіңіз мүмкін сізді осындай биіктерге алып шыққан шығар. Әлде де даму үстінде болыңыз, бәке. Әумин. Шәкірттеріңіз өзіңіз сияқты байсалды, қазақтың үмітін үзбейтін, өзіліп тұрған үміттерді жалғайтын, сондай бір шәкірттеріңіз келе берсін. Енді жаңа осы запись барысының алдында өзіңізге жеке нелерімізді айттық қой. Біз енді патриот азаматтар ретінде. Сосын мынау қазір осы бір кейбір балдар, бағана енді сіз негізі әдемі айттыңыз. Мен әлде де бір ашықтай түскім кеп тұр. Жаңа ата-анасына бара алмайды, тренеріне бара алмайды, сөйтіп дүбәраланып, екі жақта қалып қойып, ортада біреулерге қосылып кетеді.
жаңағындай болмаса жаңағы бандитизм жолына түсіп кетеді, болмаса жаңа бір асыра діншіл болып кетеді деп ата-аналарға қандай кеңес беретін едіңіз осы балдарының әсіре діншіл болып? Қазір енді бар ғой, сіз жақсы айттыңыз, Құдайдан сұрай бермей амал қылу керек. Етін сүйегі менікі деп тапсырғаннан кейін бала дүбәра болып қалмас үшін оның талабын тренермен бірге қою керек деген сияқты. Осы қазір мен жаңағы жұмаға барып келдім, енді мен чемпион болуым керек. Болмаса мына жерге бір садақа беріп жұмаға қатыстым, енді финалда ұтатын шығармын деген сияқты. Көп еңбек етпей, амал қылмай, бірақ Құдайдан енді әрине біз Алланың мейіріміне, кеңділігіне шек келтірейін деп тұрған жоқ, бірақ жалқау жастар көбейіп бара жатқан сияқты. Сосын әсіресе мына діндар боламын деп көбі жалқау болып кеткенін білмей қалып жатқан сияқты. Кезінде сахабалар шөп орса, осылар шөптен тұрмайтын сияқты, ұйықтап жатса да ора беретін сияқты деп, ал енді намаз оқыса, бұлар намаздан тұрмайтын сияқты деп, олар жаңағы өзінің еңбегіне де өте сондай берілген еді. Енді осы жастарға бір кеңес айтыңызшы, осы сіздікі әсіресе керек болып тұр. Жаңағындай басқа жолға әсіре бір діншіл болып кетпес үшін кімді тыңдау керек? Мысалға енді арнайы мамандар бар ғой, имамдар бар, ол ютубтан тыңдап алады біреулер. Соларға біз сіздің жаңағы тәжірибелі маман ретінде бір кеңесіңіз болсын. Енді мынау өсіп жатқан балаларымызға, шәкірттерімізге бірақ нәрсе, бірақ кеңес. Қараңызшы, Алла саған 12 мүшенді берді ма? Болды ғой, сен байсың ғой. Одан артық сен не сұрайсың? Аяғың бар, көзің бар көретін, қолың істеп тұр. Сен одан артық не сұрайсың? Болды ғой, тек қана әрекет қой. Әрекет түбі берекет. Басқа алгоритм жоқ ол жерде. Тек еңбек, тер, уақыт, шыдамдылық. Бітті. 12 мүшем берді ма, болды, ары қарай мешітке барып, садақа беріп, өйтудің қажеті жоқ. Ол жаңағы өтіп кеткен, осымен өтіп кеткен ата-бабаларына бір құрбандық шалып, Құран оқытып жатсаң, енді келсем оған. Өлі байма тірі бармайды дейді. Керді бір разылығын батасын алатындай бір жағдайлар болады. Бірақ сен еңбек етпесен, сенде ештеңке болмайды. Ол Құдай маған береді екен деп беріп қойды ғой саған Құдай бәрін. Атана берді, байлық берді, атана берді, бауыр берді. Одан артық байлық не керек? 12 мүшені сауғып берді. 12 мүшені сауғып берді. Айтып отырмын жаңа, мен ұлым қазірде мен официант қылып істетіп жатырмын. Оған мен намыстамаймын, балам айтамын. Істе. Керісінше еңбек құр. Қазір сенің мынау құрбандыққа шалатын жасын сенің. Міне 25-ке өсіп жүресің. Бірақ 25-ке жеткенде сен түк істемей өскен құрдасында түк болмайды. А сен мынау қазір кезден өсіп жұмыс істегенге сен ертең қарынасына алтын алып бересің. Одан шамалы уақыттан кейін өзіне көлік аласың. Мықты менеджер боласың. Сен уже есепке барсың. Сен еңбек қорсың, сен миын істеп жатыр уже. Сен халықпен сөйлесе аласың. Коммуникабельный боласың уже. Елмен араласа білесің. Сол кезде сен айтасың: "Әке, менде бизнес план бар. Соны өзім кішкене жөнді ақшамды жинаған едім. Мынаны былай істесек бола ма? Мынаны былай істесек бола ма?" Сол кезде сен уже тұлға ретінде қалыптасып кетесің. Мен сені тәрбиелеп, мен сені юрист қылып оқытып, сен ертең юрист болсын, заңгер болсын деп, болмаса прокурор болсын деп өйтудің қажеті жоқ. Өйткені сен өзі ары қарай өзің жолыңды тауып кетесің. Бұл өмірде қазір міндетті түрде бұрынғыдай юридический бітіріп, прокурор болу болмаса, КМБ болу болмаса, полиция болу міндетті емес қой. Мүмкін бұл бала өмір сүргісі келетін шығар. Мысалы, мен өзім көзқарасым, мысалы, мүмкіндік болса, кәсіп жасаса да әлемді аралап, елмен аралас, өмір көр еркіндікте. Аздан кешкен кабинетке жабысып қалып, бүкіл денсаулығын кабинетке беріп, болмаса бағанағыдай бір инвест проектінің жобасының авторы болып кетер мүмкін. Мысалы, қазір бүкіл нәрсе соғып отырмыз қазір. Алатау Сити соғып отыр. Барлығы ақылды қала деп жатырмыз. Цифрализация деп жатырмыз. Өз бизнес істеп жүрген мүмкін соны бір бұрышын алып кетерсің. Сондықтан қазір таңнан бәрін салып жатқан, күштің бәрін салып жатқан сол бағыт. Бұл бала еңбекқор болып өссе, Алла жазса бәрі дұрыс болады. Сондықтан Алла денсаулық берді ма оларға, болды. Басқа ештеңе ары қарай соңғы жоқ, ары қарай бейнет. Тек қана намаз оқисың ба, Алла разылшылығыңды білдіріп отыр, сосын бүтін қылып бергеніне. Жан-жағына қара,
қаншама азаматтар жоқ, аяғы жоқ, Аяғы дені жоқ. жоқ. Соны өзі Аллаға алғыс айтып үлкен жетістіктер жетіп жатыр. Осына күн берген, өмір берген деп. Сондықтан әрқашан өміріне разы болып, осы бар нәрсеге қанағат қылып, еңбек етсең, алынбайтын қамал жоқ, тек қана еңбек, басқа ештеңе жоқ. Сол еңбектің арқасында елмен араласып отырып, өзің болашағын құрайсың. Сондықтан мынау жаста еңбек ету керек. Дені сау ма болды, басқа ештеңе. Сені бір битсе бір чудо болып кететін сияқты. Ондай нәрсе жоқ, ешқашан болған емес. Ешқашан болған емес, болмайды олай. Барлығы бірыңғай еңбекпен. Анау қазірде блогерлер салады ғой. Ішіп жегендерді сабатады, байып кеткен сабатыр. Шынайы өмірде олай емес. Шынайы өмірде олардың бәрі. Біразын танисыз да шығарсыз, көріміз ғой. Шынайы өмірде олардың түк жағдайлар жоқ. Бәрін прокат қалған, жалға қалған деген сияқты моменттер көп. Оның бәрін халық біле бермейді ғой. Соны алданады, соны сен бір күнде өсіп байып кетсем дейді. Bir күнде ешкім байымайды. Ондай нәрсе жоқ. Тек қана уақытпен мұны құрбандыққа шаласың. Осының арқасында 25 жасында жаңа әл-ауқатын жақсы болып келтуі мүмкін. Өйткені сен 25 жасқа пісесің, сол кезде сен уже елмен мүмкін 21 жасында пісерсің. Сол кезде елмен араласып жаңағыдай бай қуатты Форбске кіріп кетуге мүмкіндігің бар. Бірақ ол үшін анау кезден бастау керек та. Сондықтан бұл уақытпен термен келетін дүние. Осымен айтатын нәрсе. Сондықтан әр нәрсеге сене бермей. Ғарифоллаұлы, Бақтияр мырза, сіздің алтын кеңестеріңізге рахмет. Төле би атамыздан сұраған екен ғой. О, Төле би баба, сіздің осы сөзіңізге алталаш тұра қалады. Аумин десеңіз қолын жаяды. Таудың барлығын қарағырда қақ-жарғандай қып шешесіз. Айтқан сөзіңіз тайға таңба басқандай, 90 ауыз сөзін тобықтай түйінін айтасыз. Сіздің бір жаңағы бейтіп қалатындай бір құпияңыз бар ма, әулелігіңіз неде дегенде Төле би атамыз мен айтқам жарлының баласы да айтады. Бірақ аузының дұғасы болса болды ғой деген екен. Дуалы аузыңызбен келіп біздің студияның әңгімесін көрігін қыздырып, біраз жастарға, балдарға, жеткіншек, өсіп келе жатқан, өкшелеп келе жатқан әні қарындастарыңызға бір алтын кеңессіз уақытыңыз болды. Студияның атынан, дін зерттеу орталығының атынан, дін басқармасының атынан сізге арнайлы рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Кез келген уақытта студияның есігі сізге айқара ашық. Спортшыларыңыздың арасынан әлемдік жұлдыздар шыға берсін. Амин, амин. Балдарыңыздың жаңағы жасап жатқан қызметі шынымен өзінің арманына жетіп, үлкен Форбста жүретін азаматтар, еңбекқор, салиқалы ұрпақ болсын. Тек қана жақсылықта жолығайық. Келесі кездескенше Пайым Тайм студиясында күн нұрлы болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Бәке, Алла разы болсын. Жақсы.